Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше самсаның рецептін бөлісетін боламын. Осылай ерекше жасалынады. Әрбір үйге келген қонағыңызды ерекше қуанта алатын, ерекше дәм бере алатын самсаның рецептімен бөлісемін. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге керегі фарш. Фаршымызға біраз қасық қаймақ, бір жұмыртқа, дәміне қарай өзіңіздің қандай бұрыш ұнайды, сондайлар салсаңыз болады. Және 2 бас пияз салып, жақсылап араластырып, фаршымызды дайындап алатын боламыз. Жұмыртқаны не үшін салдық? Фарштарымыз ажырап кетпеу үшін, себебі көрдіңіздер, біз фаршты алдымен домалақтап аламыз осылайынан. Олар ажырап кетпеу үшін міндетті түрде жұмыртқа салу керек. Өзімізге керекті форманы осылайынан дайындап аламыз барлығының. Қарап отырғандарыңыздай осылайынан дөңгелекше етіп фарштарымызды дайындаймыз. Келесі кезекте бізге бөдене жұмыртқасы керек болады, оны қайнатып дайындап аламыз. Сөйтемізде бөдене жұмыртқасы бізде фаршымыздың ішіне жіберетін боламыз. Ең алдымен фаршты осылайынан ортасын дөңгелектеп, оның ішіне бөдене жұмыртқасын салып, әдемі формаға қайта қалпына келтіріп жасап аламыз. Мінекей, бөдене жұмыртқасы сыртқа көрінбей тұру керек. Жақсылап фарштың ішіне кіргіземіз. Міне барлығы дайын. Енді келесі кезекте бізде осындай қатпарлы қамыр керек болады. Қатпарлы қамырды 4 бұрышты етіп жайып алатын боламыз. Неге 4 бұрышты? Себебі біз қазір қамырымызды кесетін боламыз. Кескен кезде бізге белгілі бір формадағы ұзына бойлы қамыр керек болады. Неге қамырымыздың барлығын жұқа етіп жайып аламыз. Сөйтемізде осындай жіңішке етіп кесіп аламыз. Әрқайсысын осылай жіңішке етіп кесіп, жаңағы жасаған фаршымызды осылайынан орайтын боламыз. Мұқият видеоға қарап отырыңыздар. Осылай бірінші жасаған кезде әдемі болып шықпауы мүмкін. Қолыңыз үйренген кезде уже үйреніп жақсы жасайтын боласыз. Мінекей осылайынан ерекше самсаның жасалу тәсілі. Міндетті түрде жасап отбасыларыңызға немесе келген қонақтарыңызға жасап беріңіздер. Әдемі, ерекше самса болады. Самсамыздың бетін жұмыртқаның сарысымен осылайынан барлығын сүртіп шығамыз. Себебі самсамыз жылтырап әдемі болып тұру үшін. Ал енді үстіне менде макпенен кунжут екеуін араластырып саламын бетіне, себебі екеуі ерекше әдемі өң береді самсамызға. Мінекей, мак пен кунжутты араластырып сепсеңіздер болады. Барлығына бір қалыпты етіп сеуіп шығамыз. Ерекше форм, қараңыздар, түрі деген әдемі, ерекше самса болып жатыр. Бұл рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығына сеуіп шықтық. Мінекей, ендігі кезекте духовкаға саламыз. 180 градусқа 30 минутқа салатын боламыз. Пештеріңіздің қызуына байланысты кейбіреулерінде дұрыс қызбауы мүмкін, сондықтан жоғары градусқа қойсаңыздар да болады. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, көрініс қандай тамаша жылтырап әдемі болып пісті. Осындай ерекше самсаларды міндетті түрде жасап, бөлісіп, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кесіп ортасын көрейік. Қараңыздар, өте ерекше самса. Ортасында жұмыртқасы бар. Мінекей, қараңыздар. Ал ендеше каналыма тіркеліп, қолдап жіберуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма жазылып, келесі рецепттерді жіберіп алмаңыздар. Сіздерді каналымда күтемін. Сау сәлеметте болыңыздар.